Енді Мағланбек бір ерекше бірдеңе қоса алады, болмаса бір басқаша болып шығады деп айта алмаймын мен. Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar, sog' salomat misizlar? Bugungi bizani mehmonimiz Tazabek Bayonov. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Sog' salomatmisiz akajon? Allohga shukr, o'zingiz bo'lasiz. Xudoga shukr, yuribmizda. Xo'p, akajon, iltimos menga ayting, jangga tayyorgarliklar qanaqa bo'lyapti? O'sha rejalaringiz, podgotovkalaringizni aytib bersangiz, men Mavlonbekka yetkazib qo'yardim. Endi planni ayta olmayapmiz endi, biroq tankimiz o'ta yaxshi. Allohga shukr. Endi o'zimizning komandamiz Saqprochimda Kattolozda Davlat og'ayimizning boshlig'imen o'ta ko'p kerak chiryapti tankga. O'ta yaxshi yerda bir 10 kun qoldi Xudo xolasa. Da. Jekpa-jekka. Da. Endi deb biz çoğumuz bарлық жұмыстарды жасап болды енді, Аллаға шүкір. Енді тек бізде қалғаны салмақ. Салмақ реттеу ғана қалды. Қазір сол тек салмақ реттеп жатырмыз болды. Ол натуре жекпе-жектер бір-біріне ұқсамайды ғой, өйткені шығатын соперниктер разный болады. Ол жерде стиль деген нәрсе бар. Әркімнің өзіне бір жараса стилі болады. Например, Мағланбектің стилі көбіне күресу. Онсы функционал стилі өте жақсы жер. Күрес жағы да жақсы, стойкада да жұмыс істейді былайша айтқанда. Қалай айтса болады? Мағланбек көбіне шыдамдылық жағынан кішкене басқа соперниктерден қарағанда кішкене басымырақ болады да. Например, Мағланбек кімді осыдан алдыңғы жекпе-жегінде мен Изатулла деген жігітпен шықтым ғой. Ол жігіттің қатты бір не істей алмадық енді. Үйреніп өйткені оған уақыт болған жоқ. А вот Балбурға, например, кәдімгідей ізденіп өйткені Балбурдың жекпе-жектері өте көп қой. Каждый жекпе-жекке өзінше бір дайындық болады. Соперникке қарай, соперник не істейді примерно бойда. Бірақ все-таки дайындалған кезде соперниктің өткізген жекпе-жектеріне қарап, примерно қай жерде қандай не істейді, не істей алады, қандай ошибкалар бар, қай жағы мықты, сол жағын бәрін есепке алып отырып, солай дайындаласың ғой соперникке. Енді Мағланбек бір ерекше бірдеңе қоса алады, болмаса бір басқаша болып шығады деп айта алмаймын мен. Кариммен өткізген жекпе-жегін көрдім. Өзінің бауырым Ерқанатпен жекпе-жегінде көріп отырдым, например. Енді сол жекпе-жектерге қарап отырып, примерно анализ жасап, қалай төбелеседі, бойды қалай алып жүреді, енді бойда қалай өзі ұстайды, оның бәрін примерно білеміз. Мағланбек бір жағы опытный жігіт қой менен қарағанда. Жекпе-жектер саны менен 2 есе көп. Сонда да енді соған қарай дайындық, соған қарай жүріп жатыр ғой. Ойларына да анализ жасаймыз деген сияқты. Xo'p, akajon, jang necha raund davom etadi deb o'ylaysiz? Енді Мағланбектің жекпе-жектеріне қарап отырсақ, өте шыдамды жігіт. Ударды жақсы көтереді. Енді ана Камал Гусейнов деді, походу я сол есімін ұмытып тұрмын. Примерно сол ғой деймін. Гусейнов пе, Гусаков пе, Гусейнов походу. Камил Гусейнов. Я, Камил Гусейнов сол жігітпен жекпе-жегінде енді ол күткен жоқ. Ондай ударды. Сосын кішкене түсіп қалғаны бар. Атак былай Мағланбек өте шыдамды жігіт. Скорее всего, бір 3 раунд болып қалатын сияқты. Өте бір қанды, өте жойқын жекпе-жек болатын сияқты депсі. Xo'p, 5 sentyabr kimni qo'li baland ko'tariladi deb o'ylaysiz? Енді иншалла көреміз енді. Алланың қалауы ғой, бірақ енді Мағланбек те өзіне уверен мысалы. Мен де тура сол сияқты өзіме уверенмін да, то, что мен жеңіп алатыныма. Енді мен көбіне жекпе-жектерде былайша айтқанда уақыт созып, жаңағыдай главный контроль болмаса бір
уақытты созып очкомен ұтсам болды деген сияқты планмен шықпаймын. Когда соперник какой-то бір қателік жібере ма, мен соны барынша пайдалануға тырысатын боламын. Енді жекпе-жектерін көбіне досрочно бітіруге тырысамын ғой. Сол үшін мен раундтың басынан соңына дейін takip ететін боламын иншалла. Алға қарай. Енді бұйырса көреміз. Алланың қалауы ғой. Бірақ лично өзіме уверен, то что жеңіп алатыныма иншалла. Raqibinizning eng kuchli tomoni sizningcha? Мағлұмбектің ең күшті несі шыдамдылығы, төзімділігі ғой біздің қазақшаға айтқанда. Өзбекше айтқанда чидамли дейді ғой. Шыдамдылығы өте жақсы. Сосын жаңағыдай дыхалысы өте жақсы. Күресі де өте жақсы. Былайша айтқанда негізі Мағлұмбек өте мықты жігіт. Физический тұрғыдан да, қай жағынан қарасаң да өте мықты, өте достойный жігіт қой. Raqibingizni kamchiligi? Енді ол жігітке бір кемшілік бүйтіп айта алмайды екенмін. Білмеймін, мен ол жігітті сыйлаймын ғой. Сыйлағаннан кейін бір мынандай кемшілігі бар деп айта алмаймын енді, бірақ оның кемшілігі походу, скорее всего, көбінесе андай уақытынан бұрын жеңуге тырыспайтындығы шығар походу. Главный раунд сайын андай ұрып алғысы келеді, андай бір қалай айтса болады, тактикам көп жұмыс істейді ғой очкоға. Атап өте жақсы бұл. Da, jangni qanday yakunlashni reja qilyapsiz? Шынымды айтсам, Рубис еткім келіп тұр осы жолы. Өте бір қанды, өте бір чоғын жекпе-жек көрсеткім келеді. Бір жағы ғана көрермендерге де. Біздің бой андай ғой, біз Мағлұмбек болсын, мен болсын, былай бір жаңағы қазіргі таңда не дейді, медиа боецтер бар ғой бізде. Бойларын өздерінше жүргізетін. Бізде ондай жоқ қой. Мағлұмбек болсын, мен болсын, бірімізге грязь атып, ондай жоқ. Реально профессиональный жекпе-жек, бірімізді уважать етеміз, шығамыз, төбелесеміз, дальше қолымызды аламыз, кетеміз, шатап, бауыр болып, дос болып, дальше больше. Ал бірақ енді ақыр жекпе-жекке шыққаннан кейін андайда бір қанды жекпе-жек көрсеткім келіп отыр. Өйткені мен жекпе-жектерімнің 7 жекпе-жегімнің 6-ы бірінші раундта бітіп қалған. Минутқа жетпей бітіп қалатқандары бар, 1 минутта бітіп қалатқандары бар. Мен тоймай қалып жүрмін да қазірше. Осы жолы енді сопернигіме қарап отырып, соперник өте шыдамды жігіт болғаннан кейін андайда бір шыдамды тексеріп көргім келеді. Стойкіде болсын, қай жағынан келсе де әйтеуір өте бір жойқын жаңағы қанды жекпе-жек көрсеткім келеді. Зрелищный дейді ғой жаңағы. Бойгота дейді ғой типа. Да. Сондай бір өте бір қызықты жекпе-жек көрсеткім келіп тұр. Өзімнің ойымда сол ішкі түйсікпен. Қанды жекпе-жек. Ештеңесі шыны керек. Ондай қатты бір уайым, ондай ешнәрсе болыватқан жоқ. Наоборот, бойға асығып, бойды күтіп жүріп ше. Бір кішкене аштық бар бойға деген. Сол үшін бір қатты бір уайым болыватқан жоқ ондай. Енді бұйырса, настройдың бәрі андай зрелищный бойға ғой, қанды жекпе-жекке. Содан кейін шығарып мүмкін андай бір асығып атқанша бойға шыққым келіп, ертерек клеткаға шыққым келіп отыр да, Құдай қаласа ешқандай травмасыз әйтеуір. Мағлұмбекке де сол келер әйтеуір. Главный ешқандай травма алып қалмаса болды, бойға неше. Бойға аман есен клеткаға кіріп алайықшы бұйырса. Xudo xolasa. Xo'p, raqibingizga bir so'z aytish imkoni bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Рубка ғой, рубка. Давай Рубис етейік деп айтушы. Мен ертең оны итаге айтам бұйырса. Клеткаға келгенде кеш бауырым бір бой вечер өткізейікші деп ше, қанды жекпе-жек өткізейікші. Бір есте қаларлықтай деп ше. То что жекпе-жекте андай ғой, біреу жеңеді, біреу жеңіледі ше. Да. Когда жеңілесің, қасында ешкім болмайды ғой, былайша айтқанда. Саған даже бүйтіп қарамайды да. Анау атақ абыройдың бәрі жеңген адамда кетіп қалады да, мысалы, бәрі соған қарайды. Ал енді ондай бір мысалы, сол жекпе-жекте жеңген адам жалғыз төбелескен жоқ қой, мысалы, дұрыс па? О жеңілген адамды ол жерде қаншама еңбегі жатыр да. Мысалы, Мағлұмбектің соңғы жекпе-жегін қарасам, менің бауырыммен бой вечера, бойгота деді ғой олардың жекпе-жегі. Өйткені екеуі кәдімгі отырып, аяқтары бір-біріне киіліп қаттап, бір-бірін кіршілетіп жатыр да. Ол жерде Мағлұмбек жалғыз өзінің аяғын орап алып, ауамен төбелесіп отқан жоқ қой деймін да, мысалы. Оған сондай бойгота берген жігіт, например, тоже ол да бір андай
қалай айтса болады, қошеметке бір құрметке лайықты болады да. Сол сияқты ертең анау біздің жекпе-жекте де то, что кім ұтылса да енді кім ұтады, кім ұтылады Алла біледі ғой. Ұтылған адамның өзіне де, например, сапет көрермендері бір риза болатындай ше. То, что достойный бой көрсетті, мә риза болдық деп ше, жаңағыдай көрермендердің айызын қандыратындай жекпе-жек өткізгім келеді бұйырса. Магомед бір достойный кандидат қой, сондай жекпе-жекке ше. To'g'ri. Xo'p, jangda eng katta ustunligingiz nimada bo'ladi deb o'ylaysiz? Bilmейді екенмін, аға сөзің шыны керек. Енді мен пока андай ойбай шыдамдылығым, мен дыхалкым деп айта алмаймын, өйткені мен жекпе-жегім бәрі бірінші раундта бітіп қалады. Өзіңіз білесіз. Енді өзімді дыхалдықты тексеріп көргім келеді да, то что енді залда, например, мен шаршамаймын да, былайша айтқанда, перем тренировканың өзінше. Ал енді жекпе-жекте мен оны көріп үлгеріп жатқан жоқпын да. Жекпе-жекте бітіп қалады бойдың барлығы. Мен анау шығаса күш салатын болғаннан кейін, жекпе-жекте бірінші раундта бітіп қалатқаннан кейін мен білмеймін да өзімді қалай сезінемін, екінші раундтың соңына, үшінші раундта қалай сезінемін деген сияқты. Соны бір сезініп көргім келіп отыр осы ойда, Құдай қаласа. Мағланбек енді сондай бір керемет жекпе-жек көрсетіп берсе, маған тұрып берсе, от душиынан қырлап. Nimaga sizga turib berish kerak? U ham yutsin. Енді әрине ол да жеңіс үшін шығады ғой, жалпы дегенім ғой. To'g'ri. Мысалы, маған көбіне елдермен, например, өткенде кім издатуға күреске кіріп кетті. Мен стойкада деп ойлайсың берді ол жекпе. Өзі күреске кіріп кетті да, мен андай күткен жоқпын оған, ондай бір зримой атака алады ше. И мен андай уже маған күреске кіргеннен кейін мен де точно күрестен не білемін, например, волейболдарда андай көбісі күтпей қалады да менен волейболдарды ше. Мен сосын мен волейбол салып, ой, жекпе-жек өте тез бітіп қалады. Сол сияқты ертең Мавланбекте маған солай бір удобно бір волейболға удобно бір ошибка жіберіп қойып, мен когда соперник қателігін көрсем, сразу пайдаланамын да мен оның ошибканы ше. Тура солай волейболмен бітіп кетпесе екен деп отырмын да. Қырылғым келіп отыр да, былайша айтқанда. Yaxshi. Endi sizni birinchi raundda tugab qolay, bo'ylaringiz birinchi raundga tugab qolishining sababi akajon, Sarimray televizoriyaga ishlangda. Sizni ko'rib ular, menimcha, meni fikrimcha ular o'ylayaptiki, ya bir proxodnoy boец deb o'ylashyapti, tayyorlanmasa chiqyapti, sizga qarshi bilmayman. Chunki yaxshi jangchilar bilan jang qildingiz-da. Endi bilmayman endi. Dayndalib, opay deydi. Endi bir bishog emasmi deydi мысалы. Endi bir далада қаңғып жүрген жерінен әкеп салып беріп отқан жоқ қой, кейбір бразилецтер ұқсатып ше, болмаса индустар ұқсатып, институтта оқып жүрген индустарды әкеп кейбір боецтерге салып береді ғой, сол сияқты. Мен ондай боец емеспін, уже мені көріп жүр, таниды уже, маған уже дайындалу керек. Мынау телосложениесі мощный болмағанмен жекпе-жекте жақсы жүрсек екен деген ой болу керек қой. Yaxshi. Endi ana nima faqat jiddiy savol javoblar emas, bunday hazillanib turamizda, aka zerikib qolmasin tomoshabinlar. Конечно. То есть 5-sentyabr kuni muxlislarni qanday jang kutyapti? Endi birinchi rauнд примерно o'zimizning plan bo'yicha birinchi rauнд kichkina sezinib olу үшін деген сияқты ғой. Kichkina жүріп, соперник не істейді, қай жағында дайындалып келіпті, солай көруіміз мүмкін бірінші раундта кішкене. В основном одиночный ударлармен ше, мысалы, ода да солай болуы мүмкін. А вот бірақ негізі бізде план бойынша өте қанды, өте бір жойқын жекпе-жек. Әсіресе андай бір болады ғой, бір зрелищный. Анау стадион тұрып кететіндей жекпе-жек көрсеткіміз келеді бұйырса. То, что бізде де UFC-дің боецтеріне кең емес екенімізді дәлелдегіміз келеді ғой. To'g'ri. Oktagonda. To'g'ri. Yo, haqiqatdan ham yaxshi jangchilar ham jang qiladi Oktagonda, to'g'risi. Professor ham juda ham zo'r jangchilar ham jang qiladi. Просто shu orada ba'zi bir media jangchilarning hisobiga hurmat sal tushgan, lekin u jangchilar ham misol muxlislarni chaqirish uchun qo'yiladi. Ну, как biznes, короче, hammasi chotki Oktagonda. Da. Jangdan keyingi rejalar akajon. Жекпе-жектен кейін көремін, енді пока бүйтіп ондай бір жоспар жоқ. Бірақ осы жекпе-жектен кейін бұйырса бір бой ғой енді. Одан кейін уже за пояс береміз деп отырған претендентский бой. Келесі бой уже за пояс болып қалса, енді ұзақ уақыт күту керек болатын болса, мен тағы да жекпе-жек өтсем бұйырса жылдың соңына дейін.
Жоқ, типа запой төбелесесің дейтін болса, осы жылдың соңына дейін запой төбелесіп қалуымыз керек бұйырса. Mana xudo xolasa mana shu jangdan keyin tepada juda ham dahshatli jangchilar turibdi. Asadbek Saidov bor, Fazliddin Karim Madrahimov bor, Sayyad bor. Vot. Mana shu uchalasidan olaylik, top 3 dan deylik. Sizga qaysi biri qiziqroq bo'lgan bo'lardi? Маған, если вот честно, Karim qiziq qo. Sayyad endi o'zimning Ну, Sayyad da. jellesім, bауырым, иә. Ол жекпе-жек өткізіп отырмаймыз. Енді Асатбек пен Саядтың жекпе-жегі өте қызық болайын деп тұр бұйырса. Маған осы үшеуінің ішінде Карим қызық, өте қызық. Тем более ол Россияда тоже хардкор лигасында да екі салмақта чемпион болып келіп, біздің октагонға келіп отыр. Ол үшін Каримді бір тексеріп көргім келеді бұйырса. Кариммен өте жекпе-жек тоже қызық болады тұр. Сол жігіт қызық маған. Xo'p. Endi Bliss savollar akajon. Tez-tez savol beraman, tez-tez javob berasiz. Messi yoki Ronaldo? Ronaldo. Habib yoki Conor? Habib. Tog' yoki dengiz? Tengiz. Lamborghini yoki Ferrari? Ferrari quloqqa kishini жағын естіліп отыр. Olimpiada medali yoki UFC kamari? Endi biz MMA jangari bo'lgandan keyin әрине UFC'ning poyisi qiziqroq. Da, kitob yoki kino? Скорее всего, kino шығар. Kitob o'qimagan bilan bu Tazabek Bayonov, Mavlonbek. Ana sizin sözündeki ne kişine телосложение рецепт olmam если что. Да, я вижу. Тоже енді осы жолғы дайындығымыз өте күшті болды. Алхамдулилля деп айтайық. Именно осы Мавлонбекпен жекпе-жекке басқа жекпе-жектерден қарағанда осы жекпе-жекте дайындық өте жақсы болды. Как положено, профессиональный дайындықпен келіп отырмыз иншалла. Енді барынша енді тезірек бітіп тастауға емес, жаңағыдай зрелищный бой көрсетуге тырысатын боламыз бұйырса. Xudo xolasa. Akajon, Mavlonbekпен айтарым доллар. Дайындықтың главный. Ауыр четко дайындалып кел бұйырса. Кім жеңілетін бір Аллаға мәлім. Ал біз енді қолымыздан келгенін жасаймыз. Главный зрелище, қанды жекпе-жек көрсетіп тастайық иншалла көрермендерге. Xudo xolasa. Ұмыта алмайды. Xudo xolasa. Akajon, sizga rahmat, ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sizga de rahmet. Allah razı olsun.